Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай кереметтей хачапури дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписаться басып, және де қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттерді видеоның төменгі жағына жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүт пен жылы суымызды құйып, оның үстіне ашытқы қантымызды салып араластырып аламыз. Және де 2 ас қасық ұнды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кейін бетін осылай пищевой пленкамен жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минутымыз өтті. Енді тұзды салып, кейін електен өткізген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Алдымен қамырды қасықпен араластырып, кейін өзіңізге ыңғайлы болу үшін үстелдің үстіне қолмен жақсылап илеп, яғни жабыспайтындай етіп илеп, таза ыдысқа 15 минутқа тындырып қоясыздар. Содан соң қамырдың үстіне сұйық майды құйып, қамырға майымыз сіңгенше шамамен 5 минутта илейтін боламыз. Илеп болғаннан кейін қамырды 1 сағатқа жылы жерге көтерілгенше бетін жауып тындырып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 2-ге бөліп, домалақ пішінге келтіріп, тағы да бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Енді біз салмасына кірісеміз. Бізге ол үшін үккіштен өткізілген ірімшік, яғни сыр, және де сүт керек болады. Сүтті ірімшіктің үстіне құйып, қалауыңызша тұз салып, жақсылап араластырып қоясыздар. Содан соң қамырды оқтаудың көмегімен осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. Ендігі кезек қамырға салмасын саламыз. Салманы қамырдың сәл осылай шет жақтарына видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Енді қамырды осылай әдемілеп ішке қарай орап шығамыз. Және де ірімшікті осылай ортасына салып шығамыз. Бізде осындай 2 хачапури шықты. Оны пергамент қағаз төселген противеньге салып, бетіне жұмыртқаның сары уызын осылай жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минут пісіреміз. Хачапури піскенше оған дейін міндетті түрде 2 жұмыртқаны осылай дайындап қоямыз. 15 минуттан соң пешімізден алып, ортасын қасықпен осылай ашып, жұмыртқамызды саламыз. Кейін тағы да пешімізге 3-4 минутқа қоямыз. Мінекей біздің хачапури пісіп шықты. Бұл тағамды негізінде ыстық күйінде дәмін татсаңыздар, дәмі енді сөз жоқ керемет болады. Баршаңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгерім.